Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Қазір біз күн батареясы, яғни солнечный батарея. Бұл телефонды қуаттайтын күн батареясы, яғни күн мына жақтан түскен сәуле бұл ішінде батарейканы қуаттандыру арқылы бұны телефонға береді. Бұның ішінде түрлі функциялар бар өздерінің, яғни индикатор ішінде қанша қуаттылығы барын білесіздер. Бұл жерде қазір үшеу, яғни ішінде 75% бар. Яғни 25%-25%-дан болады, 4 точка, яғни 100%. Сосын екі телефон зарядтайтын несі болады, басы болады. 2 ампер міне. Бұл 2 ампер тез зарядтайды, яғни 1 амперлік, яғни жай зарядтайды. Фонаригі болады өзінің. Сосын тағы да артыңғы бөлігінде өзіндік фонаригі болады. 3 түрлі функция, слабый, одан кейін осындай маркет етіп тұрады. Өзінің нелері құрылғы бар осындай. Обычный күн келеді, күннің сәулесі арқылы қуаттанады. Одан кейін ішінде бір USB болады. Бұл USB арқылы, яғни біз телефонды қуаттандыруға арналған USB ішіне қосып беріледі. Қазір көріп отырғаныңыздай сағат почти 10-нан 50 кетті. Қазір 50% көріп отқаныңыздай 50% қуаттылығы бар. Тура осы зарядтап кете береді. Одан кейін кәдімгі телефонның зарядчигімен қуаттандыруға болады. Арнайы бөлімі бар. Осы бөлікке соғу арқылы, осы жерге соғу арқылы қысқасы телефонды зарядтауға болады. Анарғы түсіндіре салайын. Дәл осылай тоққа тығу арқылы ол зарядталады. Одан кейін 2 амперлікке тыққанда, жалпы айтқанда дәл осылай зарядталады. Міне қазір 15 минут уақыт болды. 15 минут уақыттың ішінде почти 10% берілді. 8-10% берілді. Жалпы қуаттылығы жақсы. 20 000 мА ішінде қуаттылығы, яғни бұның телефонның ішіндегі батарейкасы яғни миллиампермен өлшенгендіктен 20 000 мА-мен қуаттылығы 20 000 мА. Телефонды кемінде 4, яғни 5 рет зарядтауға қуаттылығы жетеді. Көріп отқандарыңыздай, міне әлі біреуі түспеген. Яғни нормально қуаттылығы жетеді. Бұл басқа күрделі айтылатын ештеңе жоқ. Осы USB-мен қосып беріледі. Тапсырыс қабылдаймыз егер де алатын болсаңыздар. Нөмірім